Баршаңа қайырлы күн, құрметті 5-ші сынып оқушылары. Бүгін сендермен Excel кітабы бойынша 61-ші беттегі тапсырмаларды бірге орындайтын боламыз. Видео басталмас бұрын міндетті түрде арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қой, достармен бөлісуді ұмытпа. Use of English 5B. Exercise 7. 7-ші жаттығуымыз. Read the table. How do we form the negative and the interrogative form of had? Алдымен кестені оқимыз. Had'тің болымсыз сұраулы түрін қалай жасаймыз? Affirmative дегеніміз бұл болымды сөйлемдер. I, you, he, she, it, we, you, they болған кезде had қолданыламыз. Мысалы, I had a cat. Менде мысық болды. Negative болымсыз сөйлемдерде қолданылуы. I, you, he, she, it, we, you, they болған кезде did not have. Didn't have қоямыз. Мысалы, I didn't have a cat. Менде мысық болған жоқ. Interrogative сұраулы сөйлемдерде қолданылуы. Did алдына шығып кетеді. Бірінші сөйлем did'тен басталады. Did I, you, he, she, it, we, you, they have? Did you have a cat? Сенде мысық болды ма? Short answers. Осыларға қысқаша жауабымыз. Yes, I, you, he, she, it, we, you, they, did болады. No болса, no, I, you, he, she, it, we, you, they, did not қоямыз. Енді бұл тапсырмаға жауабымыз negative form жасалуы subject plus did not have. Interrogative form сұраулы түрінің жасалуы did plus subject and plus have. Міне болымсыз және сұраулы түрлерінің жасалу жолы осылай. Келесі тапсырма exercise 8 8-ші жаттығу. The picture shows a kitchen from Victorian times in England. Complete the sentences with had and didn't have. Суретте Виктория дәуіріндегі асхана көрсетілген. Берілген сөйлемдерді had немесе didn't have арқылы толтыруымыз керек. In the 18,000 years people. 1800-ші жылдардағы адамдар жайлы. Бірінші сөйлеміміз didn't have vacuum cleaners. Шаң сорғыштар болған жоқ. Екіншісі didn't have cookers. Газ плиталары болған жоқ. Didn't have fridges. Тоңазытқыштар болған жоқ. Холодильниктер яғни. Төртіншісі had fireplaces. От жағатын орындары болды. Бесіншісі didn't have electricity. Электр энергиясы болған жоқ. Алтыншысы didn't have televisions. Теледидарлар болған жоқ. Жетіншісі didn't have computers. Компьютерлер болған жоқ. Сегізіншісі had wooden tables. Ағаштан жасалған үстелдер болды. Міне бұл 8-ші жаттығуымыздың толық дұрыс жауаптары. Келесі тапсырма бізде exercise 9. 9-ші жаттығу. What did or didn't your partner have at the age of 5? Use the phrases to find out. Did және didn't қолдана отырып, өзіңіздің серігіңіздің 5 жасар кезіндегі не болғаны және не болмаған туралы төмендегі сөз тіркестерін қолдана отырып жазасыңдар. Сендерге үлгі көрсетіп қойған. Did you have long hair at the age of 5? Сенің 5 жасар кезіңде ұзын шашың болды ма? Егер иә дейтін болсаңдар, yes, I did. Жоқ болса, no, I didn't болады. Осы үлгіге ұқсатып отырып жазасыңдар. Long hair дегеніміз ұзын шаш, short hair қысқа шаш, a dog, it, a guitar гитара, a DVD player DVD, a digital camera цифрлық камера, a computer компьютер, a bike велосипед, a skateboard skateboard, your own room өзінің жеке бөлмесі, a mobile phone ұялы телефон. Ал жауаптарымыз did you have a computer at the age of 5? Сенің 5 жас кезіңде компьютерің болды ма? Yes, I did. Иә, болды.
Did you have a short hair at the age of 5? Сен 5 жасар кезіңде қысқа шашың болды ма? Yes, I did. Иә, болды. Did you have a mobile phone at the age of 5? Сен 5 жасар кезіңде ұялы телефоның болды ма? No, I didn't. Жоқ, болған жоқ. Міне оқушылар, 9-шы тапсырмамызға дұрыс жауаптарымыз осы. Келесі тапсырма could тақырыбына байланысты. Could дегеніміз can жасай алу деген етістіктің өткен шағы. Can деп қазір жасай аламыз деп айтсақ, could дегеніміз бұрынғы уақытта қандай да бір іс-әрекетті жасай алғанымызды білдіреді. Exercise 10. 10-шы жаттығу. Read the table. Таблицаны оқы. Бұл таблицада болымды, болымсыз, сұраулы түрлердегі сөйлемдерде could'тың қолданылуы жайлы жазылған. Affirmative болымды түрде I, you, he, she, it, we, you, they болған кезде could'ты қолданамыз. Ал негатив түрінде, болымсыз түрінде I, you, he, she, it, we, you, they болған кезде could not деп қолданамыз. Interrogative сұраулы түрде could сөйлемнің алдында тұрады. Одан кейін I, you, he, she, it, we, you, they. Одан кейін сұраулы белгі тұрады. Енді осы сұрақтарға жауабымыз short answers, қысқа жауап беретін болсақ, yes, I, you, he, she, it, we, you, they could деп жауап береміз. Ал егер жоқ дейтін болсақ, no, I, you, he, she, it, we, you, they could not деп жауап береміз. Енді тапсырмаларды орындайық, сол кезде толығырақ түсінікті болады. Exercise 11, 11-ші жаттығуымыз. Complete with could or couldn't. Сөйлемдерді could немесе couldn'тті қою арқылы толықтыруымыз керек. Бұл жерде сөйлемдердің соңында X және галочка белгісі берілген. Осы сөйлемдердің қайсында X тұрған болса, оны болымсыз түрде жазамыз, ал галочка тұрған сөйлемдерді болымды түрде етіп жазуымыз керек. Бірінші сөйлеміміз Раван couldn't read at the age of 6. Раван 6 жасында оқи алған жоқ. Екіншісі Laura and Ravan couldn't write at the age of 6. Лаура және Раван 6 жасында жаза алған жоқ. Үшіншісі, бұны енді болымды түрде жазуымыз керек. Laura could draw at the age of 6. Лаура 6 жасында сурет сала алған. Төртіншісі, Laura couldn't swim at the age of 6. Лаура 6 жасында жүзе алған жоқ. Бесіншісі, Раван could count at the age of 6. Раван 6 жасында санай алған. Міне оқушылар, бұл 8-ші жаттығуымыздың толық дұрыс жауаптары. Келесі тапсырма Talking about past abilities. Өткен шақтағы жасай алған қабілеттер жайлы айту. Exercise 12. 12-ші жаттығу. What could and couldn't your partner do at the age of 7? Use the phrases to find out. Could, couldn't қолдана отырып, қасыңыздағы серігіңіз 7 жасында не істей алған және не істей алмаған, соны жазу керек. Төменде көрсетілген үлгіге қарайық. Could you speak English at the age of 7? Сен 7 жасыңда ағылшын тілінде сөйлей алдың ба? Yes, I could. Я сөйлей алдым. No, I couldn't. Жоқ, мен сөйлей алмадым. Мұнда бізге сөйлемдер құрауға бірнеше сөздер берілген. Speak English, ағылшын тілінде сөйлеу. Read, оқу. Swim, шомылу немесе жүзу. Ride a bicycle, велосипед тебу. Draw, сурет салу. Cook, тамақ пісіру. Play football, футбол ойнау. Dive, сүңгу. Dance, билеу. Ал енді сөйлемдер құрайық. Could you swim at the age of 7? Сен 7 жасыңда жүзе алдың ба? No, I couldn't. Жоқ, мен жүзе алмадым. Could you ride a bicycle at the age of 7? Сен 7 жасыңда велосипед айдай алдың ба?
Yes, I could. Иә, жасай алдым. Could you play football at the age of 7? Сен 7 жасыңда футбол ойнай алдың ба? Yes, I could. Иә, жасай алдым, ойнай алдым. Could you cook at the age of 7? Сен 7 жасыңда тамақ пісіре алдың ба? No, I couldn't. Жоқ, жасай алмадым. Could you read at the age of 7? Сен 7 жасыңда оқи алдың ба? Yes, I could. Иә, жасай алдым. Could you dance at the age of 7? Сен 7 жасыңда билей алдың ба? Yes, I could. Иә, мен билей алдым. Бұл 12-ші жаттығуымыздың дұрыс жауаптары. Келесі тапсырма бізде 13-ші жаттығуымыз Complete the sentences about yourself. Tell your partner. Сөйлемдерді толықтыру қажет. Бұл сөйлемдерді өзіңе қатысты етіп, бос орындарды толықтыруымыз керек. Кеттік. When I was 7 years old, I had a bicycle. Мен 7 жасар кезінде менің велосипедім болды. I didn't have a computer. Менің компьютерім болған жоқ. I could play football. Мен футбол ойынын ойнай алдым. I couldn't speak English. Мен ағылшын тілінде сөйлей алмадым. My favorite toy was balls. Менің сүйікті ойыншығым доптар болды. My favorite food was chicken meat. Менің сүйікті тағамым тауықтың еті болды. My favorite things were my balls and my new bicycle. Менің сүйікті заттарым доптар және менің жаңа велосипедім болды. Міне оқушылар, бұл тапсырманы өзімізге қатысты етіп толтырып шықтық. Бүгін сендермен 61-ші беттегі барлық тапсырмаларды бірге орындап шықтық. Сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Егер видео ұнаған болса, міндетті түрде арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қой, достарыңмен бөлісуді ұмытпа. Назарларыңа рахмет, келесі кездескенше.